Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бүгін өте керемет үй жағдайында жасалынатын творожный печеньенің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар: қамырына осындай қаймақ қажет. Кез келген қаймақты қолдана берсеңіздер болады. Ұн қажет, сары май қажет, жұмыртқа қажет. Осы печеньеге қажет заттардың бәрін, барлық заттардың мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 200 грамм майымызды қолданамыз. Ең алдымен майымызды ыдысымызға салып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап екеуін езіп аламыз. Яғни крошка жасап аламыз. Мінекей, осылай жасаймыз. Майымыз ұнмен жақсылап араласу қажет. Болмаса қазір қамырымыздың ішінде майымыз ерімей қалады. Енді қамырымызға қаймағымызды салып, жұмыртқамызды салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Екі жұмыртқаны қолданамыз қамырына. Үстіне қалған азырақ ұнымызды салып, қамыр илейміз жұмсақ. Қамырды қатты қылып илемеңіздер. Негізі кез келген печеньенің, пирогтың қамыры жұмсақ болғаны дұрыс. Мінекей, қамырымызды илеп болдық. Осылай жұмсақ қамыр иледік. Енді бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі енді салмасын дайындаймыз. Бетін жауып қоямыз енді. Енді арасына салатын салмамыз дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Үстіне творогымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Жарты шай қасық крахмал. Крахмал қыздар осындай кукурузный крахмал қолданамыз. Жарты шай қасық крахмал қосамыз. Міне арасына салатын салмамыз, творожный салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп жайып аламыз. Мінекей, қамырымыз 10 минуттай тұрды. Мінекей, қамырымыз дайын болды, 10 минуттай тұрды. Енді мен осылай екі бөлікке бөліп алдым. Оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты қалың қылып немесе жұқа қылып жаймаңыздар, орташа неде жайыңыздар. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Осылай мен екі бөлікке бөліп алдым. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырды қатты қалың қылып немесе жұқа қылып жайып қоймаңыздар, орташа қалыңдықта жайыңыздар. Осылай дөңгелек қылып жаямыз. Мінекей, қамырымыз жайып болды. Осындай стаканның көмегімен немесе формамен осылай дөңгелекше форма жасап аламыз. Қамырымызды кесіп аламыз.
видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай барлығын кесіп шығамыз дөңгелек шығып. Мінекей кесіп болды. Енді шетіндегі артық қамырларын алып тастаймыз. Енді арасына начинкасын саламыз. Осылай қасықтың ұшымен аз-аздан саламыз. Көп салуға болмайды, себебі шетінен ақып кетеді қазір түйген жерімізден. Сол үшін осылай аз-аздан салып түйіп шығамыз. Жақсылап түйіңіздер, себебі піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Мінекей барлығын осылай түйіп шығамыз. Мінекей печеньелеріміз түйіп бітті. Енді қызып тұрған табамызға 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Астына май жағудың қажет жоқ, ешқандай пергамент қағазын төсеп, болмаса төсемей-ақ та осылай жасай берсеңіздер болады. Табаның үстіне жабыспайды асты. Мінекей творожный печеньеміз дайын болды. Өте керемет үгітілмелі, міне қараңыз араларын. Қандай керемет сочный болып шыққан. Сіздерге жасауға кеңес берерім. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады.